Армысыздар достар, бүгін сіздермен Әсел. Менің кезекті рецептім бұл чайға арналған нан. Бұл нан өте ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Алдымен сүттеріңізді жылытып аласыздар. Жылы сүтті екіге бөлеміз. Бір жартысына аштығының басымен қантты саламыз, қалғанына басқа қоспаларды қосып араластырып аламыз. Сүтке аштығыны қосамыз. Біраз қант қосамыз. Араластырып, оны бір 5 минут қойып қоямыз. Қалған сүттеріңізге тұзды қосамыз. Қалған қантты қосасыздар. Майды қосамыз. Жұмыртқаны қосамыз. Балды қосамыз. Осының барлығын біріктіріп, біркелкі масса жасап аламыз. Жаңағы біріктіріп езген массамызды қосамыз. Біздің аштығымыз дайын болды. Көрсеңіздер, сүттің бетіне шығып тұр. Осы массамызды енді нанымызға құямыз. Қасықтың көмегімен біраз жұмсақ нан илеп аласыздар да, иленіп болғаннан кейін қолдың көмегімен нанның ең қандырасыздар. Біздің нанымыз біраз бірікті. Енді осы нанды ең қандырып илейсіздер. Илеп болғаннан кейін бұл бізде жылы жерде микроволновканы 1,5 минут жылытып, 20 минут қойсаңыздар, нандарыңыз өте жылдам көтеріледі. Нанымыз иленіп болды. Нанның беті кеппеу үшін салфамен жабасыздар ең алғашында. Одан кейін оның бетін орамалмен. Сонымен біздің нан енді бір 20-25 минут көтеріледі. Біздің чайный нанымыз көтеріліп дайын болды. Бұны аламыз да екіге бөлеміз. Мен жалпы бұндай нанды үлкен қылып салғанды ұнатпаймын. Себебі нан кішкентай болған кезде өте әдемі болады. Менде мынандай әдемі пышағым бар. Осы пышақпен мен нанды бөлемін. Нанды біраз илейсіздер де осылай домалақ форма жасайсыздар. Нанды табаға салған кезде бір-бірінен алыстап қоясыздар. Нанды жарты сағат демалдырасыздар. Жарты сағаттан кейін 200 градуста пісірасыздар. 30-35 минут. Біздің нанымыз жақсылап көтеріліп болды. Енді маған осы қайшының көмегімен узор жасаған өзіме ұнайды. Узорды жасамасаңыздар да болады жалпы. Но бірақ та узормен әдемірек болады. Осылай птичий клюв жасап шығасыздар. Жалпы пышақтың көмегімен де кесуге болады. Менің ондай пышағым жоқ, сол себепті қайшы менде бар, осымен кесіп. Осымен болды. Нанды 35 минутқа вверх-вниз режимінде пісірасыздар. 180 градуста. Біздің нанымыз пісіп дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі. Асты да бір елкі қызарған. Астарыңыз дәмді болсын. Осы нанды міндетті түрде дайындаңыздар. Бұл нан сіздерге міндетті түрде ұнайды. Сіздерге аз болсын.